Жақында бір Голливудтың киносын қарап отырмын, иә? Храбрый сердце деген бір Шотландияның батыры. Қалай көрсеткен ұрпағына бар ғой ана батырды. Ана Шотландияның батыры бүкіл әскердің алдында шабыттандырып, рухын оятып қалай сөйлеп жүр жаңа. Шотландия! Это наша земля! Мы не сдаемся! Шотландия! Вперед! Деп бір айқайды салып тұр ғой кәдімгі. Еще бұтында юбка. Шалбармен тұрса қалай айтады дейсің деп мысалы үшін. Шотландияға таңғаласың бар ғой, юбкамен қалай атқа отырады екен деп бар ғой. Бірақ қалай көрсеткен, мықты қалып көрсеткен ғой. Оңтүстік Корея, Қытайлар, аспанда ұшып жүр ғой, драконбыз, айдаһармыз деп. Шаолинбіз деп. Біз батырларымызды көрсете алмайдық киноларда. Жақында бір Голливудтың киноларын қарап отырсам, Қытай, Кореяның киносы, киноның басынан киноға кіріп кетесің ғой кәдімгі бар ғой. Бір мың үй ма, бір ауыл тұрады. Бір кезде бір жағымсыз кейіпкерлер, бір қара киім киген бір викингтер ма біреулер келеді ана мың ауыл үйді қырып кетеді. Еркектерін өлтіріп, әйелдеріне деген істеп, балдарын отқа лақтырып, ауылды өртеп кетеді. И обязательно арбаның астында бір 7 жастағы бала тірі қалады. Сол шығады да бүйтіп қарайды ана ауылға. Я отомщу дейді. Атқа отырады да прошел 20 лет дейді. Шаш жалбыраған бір еркек отырады. Сразу білесің, о, мынау главный герой дейсің. Кино бойы соны аңдып отырасың. А бізде деймін де, бізде қазақ кинолар бар деймін де, бізде бәрін жаман деп айтпаймын бірдей. Бірақ бізде массовкасы ба, ақшасы ба білмеймін. Бір 3 үй тұрады қазақтың, 3 киіз үй. Бір үлкен ауыл қыста болады ғой, жоқ 3 үй тұрады. Сосын бір 20 жоңғар шауып кетеді. Мен кей кезде ойлаймын да, осы жоңғарлар қайда кетіп қалды деймін де. Осы біреулерге мақтанып, осылар жеңдік дейін десең, жоқ бар ғой ешқайсысы. Хотя бір семья қалу керек қой деймін да мысалы. Хотя бір арбаның астында бір бала тірі қалу керек еді ғой. До конца қырып тастамаған шығармыз бәрін бір ғой. Өз жоқ халықпен соғыса бергенде күшті, жыл сайын кино түсіресің. Бірақ ат қойшы, претензия айтпайды. Сол 20 жоңғар шауып кетеді. Ана 3 үйді қырады, еркектерін өлтіреді, әйелдерін атын алдына салып алады, балдары әкесін құшақтап жылап қалады. Бірінші кадр бітті, екінші кадр бізде. Бізде режиссерлар кішкене жеткізе алмайды. Өй деп отырасың да. Бір киіз үйдің ішінде қазақтың ханы бар, батырлар бәрі отырады. Бәленшенің ауылына жау шауыпты. Сондағы 3 үй. Өшімізді алуымыз керек дейді. Басынан ана жоңғарға деген қаның қайнап отыратын моменттер жоқ та бізде. Ана Кореяның киносын қарап отырсаң, батырларын алтынмен аптап, күміспен қаптап, қалай қылып көрсетеді деймін да мысалы. Көрсетіңше бір фотосы бар. Қараңыздаршы. Алтынмен аптап, күміспен қаптап. На самом деле мындай болған жоқ. Негізі мынандай олардың түрлері бар ғой, кезінде болған. Бірақ киноға қалай көрсетеді деймін де, алтынмен аптап, Кореяның батыры болғым келіп кетеді. Бір киносын қарап отырсам, батырларын қалай көрсеткен дейді. Аттың үстінде атта күшті бар. Кореяның батыры бүйтіп келе жатыр. Ана экран алдында отырған ұрпағына біз жеңілмейтін халықпыз, біз мықтымыз деп жеткізген ғой, көрдіңіз бе? Ана киноны көріп отырып, айдаладағы мен кіріп кеттім киноға. Бәріміз кіріп кетеміз, киноға. Кореяның батыры шауып жатыр. Бір кезде бір оқ дейді садақтың. Сион өз жеті оқ дейді, әлі шауып баратыр бар ғой. Бір кезде оқ атқа дейді. Сонда да аттың үстінде құламай дейді. Тоғаны бұны! Деген майы мұныға! Ана ел үшін, жер үшін деп атырау деймін, түсінбедім, солай шығар енді. Сәулі мұ! Деп ат! Деп та ары қарай шап дейді. Оқтар сұқ! Қылшын суырып алды. Чамадама! Деп бір кезде құлады, атта құлады, анау да құлады тәріз. Өлген шығар деп ойладым бір. Әлі тірі ғой. Сыйың ала! Сыңға! Бір кезде бір әндері кетті. Цұңғы жидады дүңгі дуа, суди дүңгі, сүйді дүңгі, дүңгі де дүңгі. Білмейм, әнді шабыттандыр жерінен. Қылышын сүйретті тағдырды. Теңгелі ма? Теңгелі деді. Біреу келді, найза бар емес пе? Соны алды. Сұлт деп тықты. Мұнан сұлт. Мұн жақтан фук деді. Спецэффект мықты ана киноларында бар ғой. Қан деген пышақты алды, мұнан